Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз ерекше тамшы тәріздес дәмді самсалар дайындап үйренеміз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға 200 мл жылы сүтімізді құямыз. Оған 100 мл сары майымызды ертіп қосамыз. Және 50 мл сұйық май құямыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. 450 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыздың жақсылап иін қандырып, бетін жауып тоңазытқышқа кем дегенде жарты сағатқа немесе 2 сағатқа қойып қоямыз. Салмамызды дайындаймыз. 200 грамм тауық етіне 1 картоп, 1 пияз ұсақтап турап қосамыз. Оған қара бұрыш, қызыл паприка және тұз салып жақсылап араластырамыз. Тауық еті майлы болмаса, кішкене сұйық май қоссаңыздар болады. Екінші салмамызға 200 грамм сиыр етін турап, оған 1,5 картошка және 1 пиязын ұсақтап турап қосамыз. Ұсақталған сыра, қара бұрыш және кориандр қосып, және 1 шай қасық тұз қосамыз. 2 шай қасық сұйық май құямыз. Егер еттеріңіз майлы болса, сұйық май қоспасаңыздар болады. Бәрін жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Тынған қамырымызды ортасынан 2-ге бөлеміз. Осылай қылып дөңгелетіп аламыз. Яғни сопақшалап, одан осындай кішкене бөліктерге бөліп дөңгелетіп аламыз. Осы қамырда менен 10 самса шықты. Сіздер сәл кішірек қылып 12 немесе 14 самса шығарсаңыздар болады. Салмамызды салып, самсамызды тура осы видеодағыдай түйеміз. Екі шетін осылай біріктіреміз. Өте оңай, тура тамшы тәріздес болып шықты. Енді сиыр етінің салмасымен көрсетейін. Осылай фаршымызды ұзыншалақ қып саламыз. Шеттерін тура осы видеодағыдай жинап, түйіп шығамыз. Қалғандарында дәл осылай түйіп аламыз. Противенға пергамент қағазын төсеп, түйген жағын астына қаратып салып шығамыз. Мен бір шетіне тауық етінен жасалған самсаны, екінші шетіне сиыр етінен жасалған самсаларды тізіп шықтым. Бір жұмыртқаның сарысын жақсылап араластырып, самсаларымыздың бетіне жағып шығамыз. Бәрін жағып алған соң, тауық етінен жасалған самсаларға ақ күнжіт, сиыр етінен жасалған самсаларға қара күнжіттан сеуіп шықтым. Дайын болған самсаларымызды алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Самсаларымыз пісті, дайын болды. Өте әдемі, өте дәмді. Астылары да күймей әдемі болып пісті. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Менің каналымда бұдан да басқа самсалардың рецептері бар. Ашып қарап көрсеңіздер болады. Асқабаққа ұқсайтын асқабақ қосылған дәмді самсалар дайындаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысқа 1 жұмыртқамызды саламыз. 200 мл жылы суымызды құйып, кішкентай 1 қасық тұз қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып алған соң 500 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Әдемілеп қамыр илейміз. Илеген қамырымызды бетін жауып тындырып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. 500 грамм асқабағымызды аршып, үккіштен өткіземіз. Тынған нанымызды 2 бөлікке бөліп, біреусін жұқалап жаямыз.
Жақсылап жұқалап алған соң оқтаумен жаямыз. Сәл сеуіп, жұқалап жайып шығамыз. Жұқалап жайып алған соң 3 бөлікке бөлеміз. Майымызды ерітіп, осылай жағып шығамыз. Майымыз салқындау болып қажет. Шетінен бастап осылай рулет қылып орап шығамыз. Орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Асқабағымызға бір бас пиязымызды ұсақтап турап қосамыз. Оған 1 шай қасық тұз, кориандр және кепкен аскөгімізді қосып, оған 2 ас қасық сұйық май қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, қамырымызды шығарып, осылай кесіп аламыз. Бәрін бір рет ұнға ұнатып, жұқалап жайып шығамыз. Ортасына салмамызды салып, тура осы видеодағындай жинап түйіп шығамыз. Біріктіріп түйіп шыққан соң, кішкене жібімізден кесіп алып, айландырып, осылай буып шығамыз. Ең соңынан түйіп байлап, артық жібін кесіп алып тастаймыз. Жиі дайындап тұрсаңыздар, өте тез дайындайтын боласыздар. Ерінбей дайындап көріңіздер, өте әдемі самсалар. Противенімізға тізіп, бір жұмыртқаның сарысын бетіне жағып шығамыз. Ең соңынан түменнің дәнегіне кішкене ортасына сеуіп шығамыз. Қызып тұрған духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Өте әдемі, өте дәмді самсалар. Міндетті түрде дайындап көруге кеңес берем. Менің парақшама тіркеліп алыңыздар. Алда бұдан да басқа әдемі самсалардың рецептерімен бөлісетін болам. Оларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде қоңырауды басып қойыңыздар. Сау болыңыздар. Ерекше дәмді әдемі гүл самса дайындаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз. Оған 200 мл жылы суымызды құйып, 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап тұзымыз толық ерігенше араластырамыз. Араластырып алған соң, 500 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Жақсылап әдемілеп қамыр илейміз. Қамырымызды илеп 20 минутқа тындырып қоямыз. Тынған соң 2 бөлікке бөліп аламыз. Осылай дөңгелектеп аламыз. Енді бірінші қамырымызды жұқалап жаямыз. Оқтаумен осылай әдемілеп жаямыз. Біркелкі ғып жұқалап жайып алған соң, сары майымызды ерітіп, жағып шығамыз. Менде 100 грамм сары май. Осылай қамырымызды бірінің үстіне бірін жайып, түрпіштеп, орап, тоңазытқышқа 2 сағатқа салып қоямыз. Оған дейін салмамызды дайындаймыз. Сиыр етін ұсақтап турап қосамыз. Менде 250 грамм және 1,5 бас пияз ұсақтап турап қосып, оған қара бұрыш, ұсақталған сыра және кориандр және 1 шай қасық тұз салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Нанымызды осылай түрпіштеп кесіп, жұқалап жайып аламыз.
Осылай шет-шеттерін әдемілеп кесеміз. Салмамызды ортасына салып, тура осы видеодағындай түйеміз. Екінші қамырымыздың үстіне осылай салып, әдемілеп жан жақтарын шымшимыз. Осындай әдемі самса болып шықты. Бәрін түйіп алған соң, противенға пергамент қағазын төсеп, әдемілеп тізіп аламыз. Бір жұмыртқаның сарысын әдемілеп бетіне жағып шығамыз. Ортасына қара күнжіттен әдемілеп сепіп шықтық. Сіздер өздеріңіздің қалаған ақ күнжіт па, түменнің қарасын ба, өздеріңіз қалағанын сепсеңіздер болады. Алдын ала қысып тұрған духовкада 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Өте әдемі, өте дәмді самсалар міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ас болсын!